Армысыздар, құрметті көрермендер. Соңғы уақытта балабақшада балаларға жасалып жатқан әлімжеттік көбейіп, тіпті арты жазатайым жағдайларға дейін жеткізіп жатыр. Сондықтан біз бүгінгі подкастымызды балабақшадағы құқық бұзушылық деп атадық. Бүгінгі спикерлермен таныс болыңыздар. Атырау облысы полиция департаменті жергілікті полиция басқармасының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі Кушкалиева Орынгүл Жанғалиқызы. Қош келдіңіз. Атырау қаласы білім бөлімінің жалпы білім беру секторының меңгерушісі Абдрахманова Зарина Мақсұтқызы. Қош келдіңіздер. Жалпы енді бүгін біз мына балаларға жасалып жатқан нақты балабақшада мемлекетке ата-ана жұмыс жасайды, көп ата-ана жұмыс жасайды қазіргі заманда. Сондықтан бірден бір оларды құтқаратын ол балабақша, яғни балаларына қарап қоятын. Бірақ тапсырған балалар қайғылы жағдайға ұшырап, жазатайым жағдайларға ұшырап жатады. Мысалы, осы былтырдың өзінде бірнеше резонансты жағдайлар болды. Тек біздің Атырау өңіріміздің өзінде. Тіпті кәріз құдығына бала да құлады. Одан бері қарай бала садиктан ауырып келеді, құсады, басы ауырады. Артынша ол деген күрделі бас ми жарақатын алғаны да белгілі болып жатты. Сондықтан енді жалпы бірінші сұрағымды Орынгүл Жанғалиқызы сізге жолдағым келеді. Жалпы балабақшадағы құқық бұзушылықтар туралы қанша фактылар бар, қанша жағдай тіркелді, жалпы осы туралы не айтасыздар? Қайырлы күн, көрермендер. Жалпы 2024 жылы балабақшадағы қылмыстық құқық бұзушылықтар саны 12 факті тіркелген. Оның ішінде 11 факті қылмыс құрамы болмауына байланысты өндірістен қысқартылған. Бір факті бойынша қылмыстық іс тергеліп, жаңағы сотқа кетіп, оның жаңағы кінәлі адамына 1 жылға дейін жаңағы балабақшадағы балалармен жұмыс жасауға құқығынан айырып, және де айыппұлмен 260 мың көлемінде айыппұлмен сот өзіне қылмыстық жауапкершілік берді. Бұл жаңағы баланың қайтыс болған кәріз құдығына бала құлады ғой, сол бойынша ма, әлде ол тергелу үстінде ме? Жекеменшік балабақшасындағы жағдай бойынша қылмыстық кодекстің 141 бабымен қылмыстық іс тергелді. Нәтижесінде сол балабақшаның меңгерушісі мен тәрбиешісі 2 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылып, сонымен қатар 3 жылға жаңа балалармен жұмыс жасау құқығынан шектелді. Рахмет сізге. Енді жалпы мына балабақшалардағы әлімжеттіктің негізгісін жасап жатқан ол тәрбиешілер ғой. Тәрбиешілердің тарапынан кетіп жатқан жағдайлар. Енді бұл тәрбиешілерді жұмысқа алуда қандай да бір талаптар болады ма? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Тәрбиешілерді жұмысқа қабылдаған кезде оның барлығы арнайы нормативтік заңнамалар аясында жұмысқа қабылданады. Яғни біздің Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің 57-ші бұйрығына сәйкес тәрбиешілер арнайы конкурс негізінде жұмысқа қабылданады. Ол жерде талаптары бар өзінің. Яғни тәрбиешілер балабақшаларға жұмысқа кіретін кезде арнайы тиісті бейіні бойынша, яғни мамандығы мектепке дейінгі тәрбиеші мамандығын аяқтаған, яғни сонымен қатар жаңағы сертификаттары, тиісті құжаттары арқылы конкурс негізінде тағайындалады жұмысқа. Зарина Мақсұтқызы, енді жалпы балабақшада қандай тәртіп болу керек? Мысалы, топта неше бала болу керек, сыйымдылығы қанша, оған қанша тәрбиеші бөліну керек деген сұрақтардың тұрғысынан өзіңіз толықтырып кетсеңіз. Жалпы балабақшаға санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасынан қорытынды алған кезде ол жерде жобалық қуаттылығы нақты көрсетіледі. Яғни тиісті бір балабақшаның жобалық қуаттылығы бойынша осындай баланың сыйымдылығы деп көрсетеді. Мысалы 60 бала жекеменшік балабақшаларды айтып жатыр мысалмен. Ал мемлекеттік балабақшалар 290 орындық. Ал бала саны деп ол жалпылама 290 орындық, 290 бала жүру керек. Ал топқа келетін болсақ, мысалға топта жас ерекшеліктеріне сай бала, мысалы 1 жастағы балалардың тобы болатын болса, бөбектер тобы 10 баладан артық болмау керек. Бірақ өкінішке орай бізде 1 жастың қабылдайтын балабақшалар мүмкіншілік болмай отыр. Өйткені өзіңіз білесіз, кезек саны қазір тапшыл. Сондықтан 2 жастан бастап қамтудамыз қазіргі таңда. 2 жастан 3 жасқа дейінгі балалардың саны 20-дан артық болмау керек. Ал 3 жас, 4 жас 25, ары қарай 4-5-25 баладан артық болмау керек бала саны әр топта. Рахмет. Негізінде біз өзіміз кішігірім зерттеу жасаған кезде
мына құқық бұзушылықтардың көбі жеке меншік балабақшаларда болатынын анықтадық. Көбі сол жақта болады, және мемлекеттік балабақшаларда көп ондай құқық бұзушылықтар жоқ болды. Яғни аса қатты күрделі емес болып шықты. Енді осы тараптан келген кезде нақты жеке меншік балабақшалардың сіздердің құзырларыңызда бар ма? Оларды қалай бақылайсыздар? Жеке меншік балабақшаларды ашу ол қалалық білім бөлімінің құзыреттілігіне жатпайды. Ол жерде тек қана қалалық білім бөлімі емес, санитарлық эпидемиологиялық талаптары сақталу керек. Ол жерде санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары өз зерделеу жүргізеді. Сонымен қатар білім сапасын қамтамасыз ету департаменті бар. Сол жерден рұқсаттар алу керек. Көбісі ойлайды, яғни балабақша аштым, қалалық білім бөлімінен рұқсат алуым керек деп. Жоқ, олай емес. Қалалық білім бөлімге жеке кәсіпкер мемлекет тарапынан дотация алуға, яғни госсаказ деп жатамыз ғой, мемлекеттік дотация алуға ғана келгенде конкурсқа қатысады жеке меншік балабақша. Яғни ол ашқанға дейін қаншама процесті өткізіп, ашып болғаннан кейін ғана сіздерге дұрыс айтасыз, иә. Ары қарай жаңа конкурсқа қатысатын өзінің талаптары болады. Жаңа өзіңіз айтып өткендей педагогтардың міндетті түрде тиісті бейіні сәйкес болу керек мамандығы бойынша, камералардың жаңағы толыққанды жұмыс жасауы. Жалпы балабақша балалар үшін жайлы және қауіпсіз болу керек қой. Сол жағдайдың барлығын жаңағы балабақша әкімшілігі қамтамасыз ету тікелей балабақшаның құзыреттілігінде болады. Оны сіздер қалай бақылайсыздар? Біздер енді жаңағыдай 381-ші бұйрығымыз бар. Жаңа оқу ағарту министрлігінің балабақшаларға жаңағы біздің өзіміздің тізіміне, балабақшалар тізіміне енгізілу үшін госдотация алуға жаңағы кәсіпкер келген кезде өзінің талаптары болады. Ол жерде көп емес, 5-ақ талаптар бар. Сол талаптарын мен тиісті құжаттарын тапсырғаннан кейін комиссияда ол қаралады, және де балабақшаға аяқтай сол тапсырылған құжаттар негізінде сәйкес еместігін анықтау үшін комиссия мүшелері балабақшаға аяқтай барып зерделеу жүргізеді. Одан бөлек, яғни жылына біз бір рет кезектен тыс мониторинг жұмыстар жүргізілетін болады барлық балабақшаларға. Яғни уже қалалық білім бөлімінен дотация алатын балабақшаларға өзіміздің мониторинг тобымыз жылына бір рет зерделеу жұмысын жүргізеді. Алып жіберіп, жаңа өзіңіз айтқандай, оны зерделеу жұмыстарын жүргізу үшін бірінші алдын ала хаттар жіберіледі, ескерту беріледі. Міндетті түрде одан оның кейін өзінің, оған дейін ол кісілер барлығын дайындап сақадай саяқ қояды. Жаңа біз жеке сөйлесу мәселені талқылау барысында психолог мамандардың болу болмауын сөзге тиек еттік. Оны сұрауымыздың себебі жалпы тәрбиешілер енді жай адам, жайдан жай бір баланы соға жөнелмейді ғой, немесе қол көтеріп итеріп те қалмайды, енді күрделендірмесек егерде. Енді ол жағдайға жету үшін де ол адам орысша айтқанда на взводе, яғни қатты ашу үстінде болу керек. Енді ол тәрбиешілердің де ондай состояниясын, ішкі күйлерін бақылау, мүмкін олардың отбасылық жағдайларынан бір себептер болады. Жұмыс барысында қатты бір сөгіс естіп қалады, келіспеушілік болып қалады. Яғни осы жағдай енді біз дегенмен де мына балабақшаның ішінде болып жатқан бір мәселе төңірегінде ашуымыз керек та бұл подкастымызда. Сондықтан мен осындай сұрақ жолдағым келіп тұр. Сіздердің дегенмен де сіздер мемлекеттік балабақшаны 100% қадағалап, оларға талап қоя аласыздар. Енді мен өзім балаларым тек мемлекеттік балабақшаға барғандықтан мен сенімдімін, ол жағына тексеріс барлығы жақсы болады. Бірақ та жекеменшік балабақшада олар тіпті есіктерін ашпайтын да жағдайлар болады. Ол да менің басымнан өткен. Сондықтан, яғни бұл айтып отырған себептерім жекеменшік балабақшаның есігі жабылғаннан кейін ішкі тәртіптері өзгешеленеді. Сол кезде психолог мамандар балалармен де, ата-аналармен де, жаңағы іштегі тәрбиеші мамандармен де жұмыс жасамауын тұрғысында бір түсіндіріп жүрсеңіз. Жалпы біздер мемлекеттік және жеке меншік балабақшалар деп бөлмейміз. Өйткені халықтың баласы барлығымызға да ортақ. Бұл жерде жаңағы өзіңіз айтып өткендей, жеке меншік балабақшаларға біз алып жіберіп, тексеріп, оқу процесін тексеруге, жаңағы қауіпсіздік шаралары алдын алған ба деп тексере алмаймыз. Ол жерде тек қана жаңағыдай жылына бір рет зерделеу тобын жүргіземіз, немесе арыз шағым, ата-ана тарапынан арыз шағым түсетін болса, ғана біз сол кезде жаңағы кезектен тыс зерделеуімізді жүргізе аламыз.
Негізінде ойлап қарасаңыз, бір заңды тұрғысынан былайша айтқанда, былай алға жүрсең өгіз өледі, артқа жүрсең арба сынады дегеннің жағдайы екен. Енді біз жалпы ата-аналар осы тұста балалардың құқығын, ата-ананың құқығын қалай қорғай аламыз? Қалай балаларымызды балабақшадағы осындай әлімжеттік жағдайға жетпеуін қалай қадағалай аламыз? Жалпы білім сапасын қамтамасыз ету департаменті мемлекеттік және жеке балабақшаны ашуға лицензия береді. Лицензия берген кезде көбіне көп мына жекеменшік балабақшалардың меңгерушілері осы құжаттарды жинаған кезде олар бірінші талаптармен таныстырылады. Жаңа баланың денсаулығы, өміріне жауапты екен талаптары осы бақылау департаментімен жүзеге асырылады. Енді оның ішіндегі болып жатырған жағдайларды балабақша меңгеруші барлық сол садиктегі балабақшадағы кез келген әрекетке, кез келген жаңағыдай денсаулыққа зиян келтіру немесе жалпы баланың оқу процесі, тамақ ішу процесін қадағалау үшін бейнебақылау қарау және оны тексеру сол меңгерушіге жүктелген, міндеттелген. Енді сондай жағдайлардың орын алған жағдайда бізде практикада көп кездеседі. Осы балабақшадан бейне жазбаны алу туралы ата-аналар тарапынан арыз шағым түседі. Енді бұл ішкі істер министрлігі, білім және ғылым министрлігімен бірлескен жаңа антитеррористік тұрғыдағы жағдайлар бойынша бұйрық бар. Сол бұйрыққа сай бейне таспаны алу үшін жәбірленуші тарап, яғни ата-ана сол мекеменің меңгерушісіне арыз жазу арқылы алады. Сол арқылы оны ұялы телефонына түсіре алады. Енді қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жалпы біздер алдын алу жұмыстары бойынша тікелей эфирларда осы қоғамдық баланың балабақшадағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша, алдын алу бойынша тікелей эфирлерде біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Әлеуметтік желілерде мына полиция департаментінің әлеуметтік парақшалары бар да, Facebook, Instagram. Жалпы қоғамда құқықтық сауаттылықты арттыру бойынша біздер түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді ең бірінші лицензия алатын кезде бақылау департаменті сол рұқсат беретін кезде осы заңнамалармен оларды толықтай түсіндіруге міндетті. Қазіргі, яғни сіздің сөзіңізден түсінгенім, егер де бір жағдай болса, садик балабақшада меңгерушінің атына қолхатты өтінішіңізді жазып, камераны қарауға рұқсат алуыңызға болады. Ол меңгеруші бермеуге қақысы бар ма? Жоқ, сол жаңа 117-ші бұйрыққа сай беру керек, ата-анаға беру керек. Ал егер ешқандай жағдай болмады, баланың бойынан ешқандай дене белгілері жоқ, бірақ мінез құлқында өзгерістер бар. Ондай жағдайда соны да сөзге тиек етіп алады ма? Қандай ма болмасын, баланың үйге айтып келген шағымы бойынша енді ата-ана заңды өкілі ретінде жүгіне алады меңгерушіге. Жақсы түсіндім сізді. Балабақшаның ішіндегі жағдайды тек қана ата-ана камера бойынша ғана қарай алатын болып тұр ғой, басқаша мүмкіндік жоқ қой оған. Енді балабақша дегеннің өзі, онда жасы 6 жасқа дейінгі балалар ғой. Олар жаңағы ескертуді, ұрысты деп қабылдауы мүмкін. Әртүрлі баланың қабылдауы. Ол үйінде өмірде ұрыс естіп көрмеген бала ұйықта деп айтқанға да жылап келуі мүмкін, әртүрлі жағдайлар болады. Оның міндетті түрде дене жарақаты болу міндетті емес. Баланың жаңағы арыз шағымына сай тексере алады. Енді жаңағы айттық қой, біз кішкене бейтарап жағынан қарастырамыз деп. Енді біз қазір кішкене заманауи тұрғыда мына адамның, қоғамдың ойлауына да бір мән беруіміз керек деп ойлаймын. Өйткені неге десеңіздер, қазір сіздерге түсіндірейін. Жалпы қазір ата-ана өз баласын қатты өбектейтін заман. Және де кішкене ата-аналардың да ата-аналары болады, түсініктерінде әртүрлі. Мен мысалы азаматтық позициям ретінде айтатын болсам, мен балаларымды балабақшаға да мектепке де дайындаймын. Сен балабақшаға бардың ба, балам? Тәрбиеші апайды сен тыңдау керексің. Сен міндеттісің тыңдауға. Сол жерде ол кісі саған қарайды. Мектепте сен класс жетекшіңді, мектептегі мұғаліміңді сабақ беріп жатқан сөйлегенде тыңдау керексің, қарсы келмеу керексің. Яғни мен оған үйден үйретем. Бірақ мен керісінше, мысалы тәрбиеші ол кім? Ол ешкім емес. Оны яғни былайша айтқанда жүгіріп жүрген бір қара жұмысшы ретінде көз қараспен қарап, кішкене абырой беделін үйден түсіріп, әңгіме айтып, баланың психикасына керісінше ол жаққа барғандағы тәртібін қадағаламайды.
яғни ата ана үйден кішкентай баланы болсын балабақшаға дайындау керек. Ондай құбылыстар байқалмайды. Сондай ата ананың үйде отырып мектепке немесе балабақшаға баласын қарсы қойып қоятын да жағдайлар болады. Сол туралы жаңа біз бір ой қозғадық, өзіңіз толықтырып алып кетсеңіз. Жаңа директорлардың шағымдары болады деп. Өте орынды айтуыңыз. Қазіргі таңда біздерге мына мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары болсын, ата-аналар болсын, көптеген жаңағыдай келіп айтып жатады. Бізде осындай топта бала бар, яғни ерекше бала бар деген сияқты тәрбиешіге өте қиын. Яғни бір балабақшада 25 бала топта жүретін болса, бір-екі бала ерекше бала болса, тәрбиешінің көңілі көбінесе сол балаға қарай ауытқып кетіп жатады да, қалған балалар яғни қадағалаусыз қалып жатырады. Сол жағынан ата-аналар тарапынан да көптеген арыз шағымдар түсіп жатады, және балабақша басшыларынан да осындай жағдайда біз не істейміз деп бізге келіп жаңағыдай кеңес алып жатырады. Енді бұл жерде мемлекет басшысының өзінің тапсырмасы бар. Ерекше балаларды қоғамнан алшақтатпауымыз қажет. Олар яғни мына нормотипичный садик деп жатырамыз ғой, сол жерде бірге балалармен бірлесіп ойнап, бірге тәрбиелену керек. Ол жерде енді біздің ешқандай неміз жүрмейді, жаңағыдай балаларды балабақшадан шығарылмайды, бірге тәрбиеленеді, бірге жүреді дей тұрғанмен, былтырғы жылы 2024 жылдың желтоқсан айында оқу-ағарту министрлігінің 224 бұйрығына өзгеріс енгізілген болатын. Қазіргі таңда ПМПК деп жатырамыз ғой, сол жерден ерекше балаларға заключение берген жағдайда жаңағы с сопровождением педагога ассистента деп беріп жатады. Сол нәрсені ескергім келеді. Ол жерде уже жаңағы кішкене тәрбиешіге де жеңіл болады, және балаға да жеңілдеу болады да. Егер ПМПК жаңағы ата-аналар заключениесіне қорытындыға жазып өтсе, жаңағы сопровождением педагога ассистента дейді ғой, сол жерде уже жаңағы штатқа педагог ассистент алады да, баламен уже ассистент жүретін болады қасына. Өте жақсы. Бұл енді іске асатын? Уже заңға енгізілді. Биылғы жылдың қаңтар айынан бастап уже балабақшалар штатқа алып жатыр педагог ассистентті. Оның жаңағы жалақысы сәйкесінше болады ғой да, өзінің еңбегіне сәйкесінше. Өйткені жалақылар аз деді, одан кейін ол көтерілді. Енді біз бар ғой, мына тәрбие жағына кішкене өтейікші. Және мен кішкене сұрағым сол бағытта болды. Сіз жалғастырдыңыз, дұрыс. Дегенмен де балабақшаға да, мектепке де, мектепті айтпай қояйық, жалпы балабақшаға баруға да ата-ана жаңағы баланы дайындау керек. Осы тұрғысынан кішкене сөз тарқатып жіберсеңіз, өйткені тәрбие барлығын бастау ғой негізінде. Тәрбие ол ата-ана үшін де, балабақша үшін де ортақ мәселе болып табылады. Ата-аналар ол балабақшаға баланы берместен бұрын үйден дайындаған жөн болады да. Мысалға, тәрбиеші ол кім? Алдында тұрған тәрбиеші ол педагог, яғни педагогтан бұл жерде педагог мәртебесінің қорғалуы, жалпы бала үшін, тәрбиеленуші үшін педагог кім? Соны ата-ана үйден балаға қазірден бастап түсінік беріп, педагогқа қандай құрмет көрсету керек, оның айтқан тыңдау, яғни сондай жағынан бағыт-бағдар берсе, ата-аналарда үйден жөн болар еді. Демек, мектепте балабақшадағы құқық бұзушылықтарды алдын алу үшін де ата-аналардың атсалысу керек. Яғни үйден тәрбие беру керек, құрмет көрсетуді, енді қазір заманға сай болу керек барлығы. Жалпы енді біз өзіміз психологқа сұрақ жолдаған едік, баланың өзінің балабақшада комфорт сезінбеуі, жайсыздығы, осындай бір әлімжеттікке ұшырауы болған жағдайда баланың бойында қандай құбылыстар байқалады деп. Сол кезде олар баланың ұйқысы бұзылады, баланың көңіл күйі бұзылады, агрессивный болады, өзінің дәстүрден тыс әрекеттері өзгеріске ұшырай бастайды. Одан кейін қорқыныш, қорқақтық, шақырған кезде үрейлену, көздерінің жүгіруі, және де қосымша әртүрлі невроздарда болады деп айтып, бізге сондай ақпарат берді. Дегенмен енді балабақша таңдайтын кезде ата-аналар негізінде ең бірінші не нәрсеге назар аудару керек? Жалпы мен
есептеймін, өзім ата-ана ретінде айтатын болсам, баламды балабақшаға берместен бұрын қай балабақшаға берейін деп жатырмын, ол балабақшамен толыққанды танысып, басшысымен, тәрбиешісі кім, тәрбиешісі міндетті түрде, яғни жаңағы маман иесі ма нақты, өйткені біздерде орын алып жатырады, яғни бізге келіп құжат тапсырған кезде мектепке дейінгі білім беру тәрбиесін, яғни аяқтаған маманды алады да, кейін өздеріңіз естіп жатырсыз, соңғы уақытта алып жатырған жағдайларда ауысып кетеді. Мысалға, ол жөнінде кәсіпкер қалалық білім бөлімін жұмысқа кімді қабылдады, кімді жұмыстан шығарды, ол жөнінде бізге ескертілмейді. Жеке балабақшада болатын жағдай. Жеке балабақшада болатын жағдайлар бұл көбінесе, өйткені мемлекеттік балабақшада жаңа өзім айтып өткендей конкурспен арнайы сөйтіп тағайындап алады да қызметкерлерді жұмысқа. Ал жеке меншік балабақшаларда да дәл солай, бірақ бізге келіп тапсырғанда құжаттарын сәйкесінше болып тұрады барлығы. Бірақ бір жылдың ішінде жұмысқа шығарып жіберіп орнына басқа адамды алғандығы жөнінде қалалық білім бөліміне ескертілмейді. Сондықтан ата-ана баланы балабақшаға берер кезде тәрбиешісі кім, оның маман, өзінің нақты маман иесі ма, барлық бөлмелерде бейне бақылау камераларымен қамтамасыз етілген ба, қауіпсіздік шаралары, соның барлығына толыққанды көзін жеткізіп барып жолдама алғаны дұрыс деп ойлаймын. Рахмет. Орынгүл Жанғалиқызы, қосатын пікіріңіз бар ма? Жалпы енді облыс көлемінде 266 балабақша бар, қаладан ол Атырау облыс көлемінде. Оның ішінде 115-і жеке балабақша, қалған 156-сы мемлекеттік балабақша. Сол жаңағы мемлекеттік балабақшалардың 65-і біздің полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылған. Оның 50-і Атырау қаласының балабақшалары, 15-і Жылой ауданының балабақшалары. Енді осы 65 бейне бақылаудың ішінде бірең сараң жаңағы жеке меншік балабақшалар бар. Енді олар жалпы балабақшаның ауласындағы, балабақшаның ішіне баланы әкелгесін ата-ана тәрбиешіге сол ұжымға сеніп тапсырып кетеді ғой. Енді сырттан келген бөгде адамдардан қорғау мақсатында бейне бақылаулар осы біздің жедел басқару орталықтарына қосылған. Ол жаңағы күні-түні жаңа түсіру жұмыстарын жүргізіледі. Оны бақылау жедел басқару орталықтарының қызметкерлеріне жүктелген. Енді жаңа Зарина Мақсұтқызына қойған сұрағыңызға менде ата-ана ретінде қосымша айтқым келеді. Себебі жалпы арыз шағымдардың көбі кейбір жағдайларда енді тәрбиешілердің салғырттығы деп соның жауапкершілігін қарауды сұрап жатырады. Енді ол жерде балада жеңіл немесе ауыр дене жарақаты болмаған жағдайда біздер жаңағы арызды өндірістен тоқтатуға тура келеді. Себебі ол жерде қылмыстық құқық бұзушылықтың нышаны анықталмайды. Алайда жаңағы зақалатыныз сол мысалы мемлекеттік балабақша болса, қалалық облыстық білім басқармалар, сол аудандық білім басқармалар, жеке меншік балабақша болса, жаңа балабақшаның меңгерушілері олардың тәртіптік жауапкершіліктерін қарайды. Алайда арызданушы оған қанағаттанбайды. Оған берген сөгіс қатаң сөгіске менің баламның, яғни психикасы түзелмейді, немесе жаңа бала мен бала ойнайды, бір-бірін итеріп қалады, құлатып қалады. Жаңа айтып өтті ғой, 25 балаға бір тәрбиеші мен бір көмекші ол аздық етеді деп. Енді жеке меншік балабақшалар өздерінің жаңағы балабақшаның атына жаңағы кір келтірмеу үшін, өздерінің жауапкершілігіне алған балалардың құқығын қорғау үшін, егерде баланың саны көп болып, тәрбиеші мен көмекшісі аз болатын болса, неге қосымша жаңа көмекшілер алмасқа ұсыныс ретінде? Себебі көбіне көп жаңа аталған фактілердің бәрі жеке меншік балабақшаларда орын алады. Мысалы 2025 жылдың өзінде бір жеке меншік балабақша бойынша осындай арыз шағым түсті. Ол жерде сіз жаңағы сөзіміздің басында айтып кеттіңіз, тәрбиешінің өзінің үйіндегі әлеуметтік жағдайы, оның жұмысқа келгендегі денсаулығы, мінез-құлқы қандай? Жаңағы тергеу амалдарының кезінде ол бір отбасылық жағдайға байланысты ашуланып келіп, сол жаңа баланы итерген, өздеріңіз естіген боласыздар. Осы жеке меншік балабақшалардың бірі. Ол бойынша тергеу амалдары жүргізіліп сотқа жолданды. Жаңағы 140-шы баппен ол кісіні кінәлі деп танып, 293 мың көлемінде қылмыстық айыппұл төледі және 3 жылға балалармен жұмыс жасау құқығынан айырылды. Бұл енді 25-ші жылға факті. Жалпы енді осы эфирді пайдаланып, жалпы баламен жұмыс жасайтын мұғалім болсын, ол балабақша болсын, білім беру ұйымдарындағы болсын,
осы қылмыстық кодекстің 140 бабы бойынша жауапкершілік көзделген. Сонымен қатар ата-аналарға балаларының денсаулығы мен өмірін тиісті деңгейде қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген үшін қылмыстық кодекстің 141 бабы көзделген. Оған мысалы тек қана тәрбиеші емес, ата-аналар да жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Қылмыстық кодекстің көбіне көп жаңағы мысалы көп қабатты терезеден құлап мерт болған балалар, немесе жаңағы денесін күйік шалу, ата-анасы үйінде мысалы ұялы телефонда отырады, ыстық шайнекті тоққа қосып қойып, бала қараусыз қалады. Сондай жағдайда балалар жансақтау бөліміне дейін түсіп жатырған фактілер бар. Осындай ата-аналарға қылмыстық кодекстің 141 бабы бойынша жауапкершілік көзделгенін ескерткім келеді. Яғни баланың өмірі үшін тек қана тәрбиешілерді ғана кінәлауға болмайды. Ата-ананың да үйде жүрген кездегі жауапкершілігі, қылмыстық жауапкершілігі бар екен. Жалпы енді бізде не үшін жекеменшік балабақшаға барады? Себебі мемлекеттік балабақшадан көбінде орын болмайтын жағдай болады. Демек, бұл жерде мемлекеттік балабақшалардың санын да көбейту мәселесі қарастырылу керек. Одан кейін маман жетіспеушілігі бар, тағы да тәрбиешілердің көмекшілерінің маман жетіспеушіліктері де бар. Енді ол деген осы нақты маман жетіспеушіліктерін азайту үшін қандай да бір іс-шаралар, ұсыныстар жүргізіліп жатыр ма? Жалпы енді оқу жылы аяқталғаннан кейін біздер міндетті түрде орта оқу орындарына, жоғарғы оқу орындарына міндетті түрде сұраныс хатпен түсеміз. Тіпті барып жиын өткізіп, студенттермен де жиын өткізіп жатырамыз. Балаларды, бітірген студенттерді балабақшаларға жұмысқа шақыру. Яғни кадр мәселесін, тапшылық қазіргі таңда кадр мәселесі, сол мәселелерді шешу жағынан біздер сондай жаңағы оқу орындарына барып түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жаңағыдай жұмысқа шақырамыз жас мамандарды. Негізінде мен өз балаларымның өз тәжірибемнен, өз жеке тәжірибемнен айтатын болсам, менің ұлым мектеп балабақшаға барған кезде оның түстікке дейін бір тәрбиеші, түстен кейін екінші тәрбиеші келіп жүрді. Ауысып отырды. Бір күнде екі тәрбиеші ауысып отырды. Ал кейін қызым барған кезде ондай құбылыс болған жоқ. Бұл жалпы дұрыс па? Қайсысы дұрыс негізінде? Жалпы негізі тәрбиеші түске дейін, жаңа өзіңіз айтқандай, түстен кейін ауысу керек қой. Енді ол барлық бірдей балабақша. Дұрысында солай болу керек. Дұрысында солай болу керек. Бірақ енді кадр мәселесі жетіспесе, балабақшаның жаңа тәрбиешісі таңертеңнен кешке дейін жүретін кездер болады. Түсіндім сізге. Кадр жетпеген сізді. Енді жалпы сөзіміздің тобықтай түйінін шығаратын болсақ, балабақшадағы қауіпсіздікті күшейту үшін ең бірінші ата-ана үйде баласына дұрыс тәрбие беру керек. Сыйлау, құрметтеу, әрине аффект, тәрбиешінің өзінің бір жүйкесі қозып келгендігін есепке алмаған кезде қарапайым құқық бұзушылықтарды болдыртпас үшін баланың жаңағы сыйлауы, құрметтеуі, санасуы деген нәрселерді баланың бойына құю керек, өз тілінің өз деңгейінде. Екінші мәселе, біз баланың қауіпсіздігін біліп бойында бір өзгешеліктерді байқасақ, біз камера қарай аламыз. Үшінші мәселе жаңағы маман тапшылығын жоюымыз керек. Мемлекеттік балабақша санын мемлекеттік балабақша санын, яғни үшінші мәселе мемлекеттік балабақшалар санын көбейтіп, кадр тапшылығының орнын толтыруымыз керек. Ал енді бәрібірде жеке меншік балабақшалар болады, бола береді де, әрине тіпті біздің мақсатымыз оларды жою емес. Бірақ та өзіндік ұсыныстарымызды да ұсынуымызға болады. Кішкене талаптарды күшейту мақсатында, өйткені бала ол үлкен жауапкершілік. Таңертең аман есен айналайын деп бетінен сүйіп жеріп, одан кейін баланың енді жансыз денесін алып шығудан Алла сақтасын. Енді бұл қайтсек те болған жағдай ғой, шынын айтқанда. Өздеріңіздің бір ұсыныстарыңыз бар ма? Жалпы енді мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілердің қауіпсіздігі ол білім ордасында толық қамтамасыз етілуі қажет. Оны енді айтатын болсақ, оның ішінде жаңағы балабақшадағы камералардың толыққанды жұмыс жасауы, оның ішінде жазбалардың, яғни бір ай ма, бір ай жарым ба көлемде сақталуы, яғни техникалық сипаттамасында қалай көрсетілген, соған сәйкес. Сонымен қатар педагогтардың
яғни жаңа тиісті бейіні бойынша жұмысқа қабылдауы, сонымен қатар психикалық диспансерде есепте тұрмайды ма, соттылығы бұрын соңды жоқ па, сол жөнінде анықтамаларды толыққанды тексеріп, жекеменшік балабақшалар солай жұмысты жүйелі жүргізіп отырса, мен есептеймін, ол жерде бала қауіпсіздігі, яғни алдын алу шараларын алуға болады деп. Сонымен қатар жаңағыдай өзіңіздің сұрағыңызға жауап беріп өтетін болсам, жекеменшік балабақшалардың, яғни мына бізде осындай қауіпсіздік шаралар сақталмаған жағдайда біз білім бөлімі, яғни бізге келіп жатады, тиісті шарасын алу. Біз тиісті шарасын алу өкінішке орай біздің бір заңнамалық тұрғыда құзыреттілігіміз жүрмей отыр. Сондықтан біз мына құзырлы органдармен бірлесе отырып осы жерде жұмыстанамыз. Бізге яғни құзырлы органдардан ұсыным негізінде келеді ғой, шарасын алу, жаңағыдай мемлекеттік тапсырысты тоқтату болсын, я болмаса педагогқа қатысты жаңағыдай қызметтік лауазымнан шектеу бойынша ұсыным келген кезде ғана біз тиісті жаңағы шарасын алатын боламыз сол жағдайда. Яғни бұл сіздердің ұсыныстарыңызда. Орынгүл Жанғалиқызы, өзіңіздің тарапыңыздан ұсыныстарыңыз болады ма? Иә, әрине, жаңағы мемлекеттік балабақша болсын, жекеменшік балабақша болсын, педагог деген атқа біріншіден кір келтірмеуді, соны бір девиз ретінде ұстану керек. Меңгеруші болсын, ол тәрбиеші болсын, ол тәрбиешісінің көмекшісі болсын. Себебі екі жақты қарау керек. Не бәріміз бір жағынан ата-ананы жақтап, немесе бір жақты жаңағы балабақша меңгерушісі мен тәрбиесін жақтауға болмайды. Кез келген фактіні екі жақты қарау керек. Ол қызметке келгеннен кейін, сол баланы қабылдап алғаннан кейін, ата-анаға тапсырғанға дейін жауапты екенін сезіну қажет. Мемлекеттік балабақша болсын, жекеменшік балабақша болсын. Себебі ата-ана кейбір, мысалы, жалғызбасты аналар бар, тіпті толыққанды семья болғанда да қазір көп адамдардың мойнында кредит бар. Сондықтан қиналса да мемлекеттік балабақшадан орын ала алмағандықтан, амал жоқтықтан жаңағы жекеменшік балабақшаға орын алады да, оның жаңағы төлем ақысы мемлекеттік балабақшағанда қымбаттау. Сосын кейбір жағдайда жаңағы оған баланы өткізу жолдары жеңілдеу. Кез келген балабақшада мына еңбек кодексінің 26 бабына сай, оның соттылығын жаңағыдай әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартылған, соның ішінде баламен жұмыс жасауға болмайтын арнайы баптар бар. Мысалы, сексуалдық сипатта қылмыс жасаған, кісі өлтірген, ауыр қылмыс жасаған тұлғалар көлік жүргізушісі де немесе күзетші ретінде де ол балабақша қабылданбау керек. Маңына да жоламау керек бала бар жерде. Соны өзінің үлкен жауапкершілігімен сондай жеке кәсіпкерлікті ашқан адам, соны меңгеріп отырған басшы ретінде ең бірінші ақшаны табу, баю жолын емес, баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ең бірінші соны миына құю керек. Лицензия беретін жаңа бақылау департаменті де талаптарды күшейту керек. Енді қазіргі талаптардың ішінде қандай нормалардың дәл бар екенін білмеймін. Дей тұрған менде лицензия беретін кезде соны қайта-қайта алып, міндеттеп жазбаша қолхат ретінде қолын қойдырып сондай таныстыру жұмыстарын күшейту керек. Енді жекеменшік балабақшаның ішіне мысалы кіріп тексере алмаймыз деп те айтатын ата-аналар бар ғой. Енді меңгеруші өзінің жаңа рейтингін түсірмеу мақсатында, балабақшада ата-анаға күдік туғызбау мақсатында, неге мен келген ата-ананы кіргізбеске? Егерде артын іште ешқандай құқық бұзушылықтар болмайтын болса, бала келсін. Мектепте де мысалы ашық сабаққа қатысуға ешқандай запрет жоқ қой. Сол сияқты балабақшаға да келсін. Кейбір балабақшалардан ата-аналардан естіп жатамыз, әрине, жаңағы есіктен кіргізгеннен кейін алып кететін кезде бір келеміз деп. Кейбір балабақшалар ата-ана үйден ұялы телефон арқылы бақылап отырады. Кейбір балабақшалар соған жағдай жасап қойған, өте керемет. Жалпы баланың өмірі балабақшаға дейін үйде ата-ананың қасында болғанда ата-ана жауапты, балабақшаға, садикке, мектепке барған кезде сол білім беру ұйымдарындағы жауапкершілігіне алған адамға міндетті. Сынып жетекшісі болсын, тіпті қосымша сабаққа барған кезде сол 2 сағат қосымша сабақта өткізіп отырған мұғалімге де байланысты. Міндетті соның өміріне жауап беру. Сондықтан жалпы педагогтардың кез келген баланы өзінің баласы ретінде қарауға шақырамын. Себебі оның соңында қылмыстық жауапкершілік көзделген. Біреудің жалғыз баласы болуы мүмкін. Бір үйде 10 бала болса да, әркімнің баласы өзіне қымбат. Сол үшін
баланың кез келген тіпті өмірі, денсаулығы, оның білім алуы тиісті деңгейде, соған біздің педагогтар күш салу керек деп ойлаймын. Рахмет. Және мен сіздердің сөздеріңізге қосымша қоса кететінім, мына тәрбиешілердің психоэмоционалды күйін мекеме басшысы, мейлі мемлекеттік, мейлі жекеменшік мекеме басшысы бақылауда ұстау керек деп бір ойымды қосқым келеді. Есіктен кірген кезде тәрбиешілердің көңіл күйінің жоқтығын бәрін бақылауда ұстап, одан кейін барып бір кінәраттар болса психолог маманға тапсырып, мәселені бір шешуге, реттеуге атсалысу керек, қадағалау керек деп ойлаймын қатты. Өйткені жаңағындай жүйкелерінің тозғандығы, отбасы мәселесі жұмысқа жүгіріп жүрген балаларға ешқандай қатысы жоқ дегім келеді. Бүгінгі біздің подкастымызға келіп, мейлінше ақпараттарыңызбен бөлісіп, дайындалып, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге үлкен алғыс білдіремін. Мен ойлаймын, біз барынша білетін ақпараттармен, білмейтін де ақпараттармен бөлісуге тырыстық. Және бұл подкаст біздің халыққа өзінің пайдасын тигізеді деген сенімдемін.